Расыл, сен өзің осы жердегі ара қатынасқа байланысты көптеген пікірлер білдірдің, қарсы екендігін айттың. Енді былай андай кейде тыңдап отырып, шыны керек бір қарның ашады. Андай біз Альмира екеумізді кішкентайлар сияқты алдағандай. Әшен, Қазақтың қызы деп. әр қайсысы қарындасым, әр қайсысын сыйлап, енді бізде былай келгенде үлкен азамат пен азаматшамыз, Расыл, енді сен де бір андайға қимаймын, бір іс әрекетіне жауап бере алмайтын, сөзінен қашатын жігітке қимаймын. Нақтырақ сенің пікірінен бұрын Ақботанікін тыңдағым келіп тұр. Қатты қол көтеріп жатыр. Сен қазір ойланып отыр. Жоқ, негізі түсініксіз болып кетті да. Мына жерге үміткер шықса болды, бәрінің сезімі ашылып, бір-бірін ұнатып қалып жатыр. Может, біз есігімізді құлтап, бәріміз бір-бірімізбен танысып отыра берейік, үміткер қабылдамай. Жоқ, жалпы мен қатысушылар тыңдап мені. Мен бұл жақта мен сезім бар деген әңгіме менің аузымнан шықты ма? Жоқ, шықты ма менің аузымнан? Сенің сезімің жоқ болса да, Жанғазының сезімі бар. Мына жақта айтып отыр Тимур артта. Жарайды. Жанғазының сезіміне мен жауап бермеймін. Негізі, енді Аянаға бергенім чисто дос ретінде, өзімнің көңілімді осылай дос ретінде бергім келді енді. Алфавиттің бірінші әрпі досымнан деп айтпадың, сен бірден белгісіз жаннан дедің. Жоқ, досыма деп жазайын дедім де ұмытып кеттім, шыны керек. Чисто дос ретінде бердім. Жанғаз? Ботаға жауап бергім келіп тұр. Бота, сен өзгелердің сезімін қайтесің, өз сезіміңмен жауап беріп алшы бірінші. Жақсы, рахмет, Аяна. Енді үнсіз отырсың, енді барлығы өзіңе байланысты ғой, сенің жауаптарыңа, сөзіңе байланысты дегендей. Енді дос ретінде дейді, сенесің ба Ерасылдың дос ретінде берген сыйлығына? Мен просто мына жақта түсінбей жатырмын, жігіттер сразу қыздардан көріп бастайды да. Мен жігіт қызғатындай қыз екенімді білемін, таласатындай қыз екенімді білемін. Бірақ айналып кеп маған қарай сен өзің дей бересіздер ғой. Өздері жазып жатыр, жігіттер өздері жауап берсін. Жоқ, енді жайдан жай енді сыйлық берілмейді ғой. Демек, сен енді үнсіз отқанға қарағанда мен ойладым енді Ерасылдың тарапынан сен қандай да бір дүниені сезіп біліп жүр екен деп. Шыны керек, мен күтпедім. Альмира ханым, айтып өтсін. Мен неге сенен сұрап жатырмын, өйткені бірден микрофонды алып, осы тақырып болып жатқан кезде алып, сен үзіп тастауыңа болар еді. Жоқ, Ерасыл, рахмет. Менің үміткерім бар. Шерхан мейрамханаға да апармай қой, үміткерім бар деп. Жанғазыға да дос болмай қояйық, жазбай-ақ та қой деген сияқты. Жалпы айтқым келетін нәрсе бар. Асхат менің үміткерім. Жасы 18-де болса да ата-анасынан бөлек тұрады. Осы жақта өзі жалғыз тұрады, жұмыс жасайды. Енді мына жақта салыстырмалы тұрғыдан алғанда көп жігіттерге қарағанда бірінші болып қадам жасап келіп отыр. Альмира ханым, айтып өтейінші мен. Сержан, не болды? Ләззат? Жоқ, микрофонды алады да, Альмира ханым ше, болды, как будто собственно сияқты болды. Өлеміз мынақташы, беріш жалынып бар ғой, сол бұрынғы тема, сол тема. Айналаны ұстап алады да, көп қатысушылардан байқам о жақта бар ғой. Біз жалынып кетеміз, айналайын, беріш микрофон, беріш деп. Сол нәрседен біз сәл. Не болды, неге қатты ашуландың, соған ба? Жоқ, мен просто жеткізіп отқаным, мен айтпай қойын енді, не бол. Просто мен айтып отырмын, жөндеп сөйлем, мен саған жас бала емеспін деп отырмын. Болды, сол ғана айтып қойын. Жоқ, енді қатты айтатындай шерсе деген жоқ. Қайта-қайта артынан кеп тиісіп отырсың қайта-қайта. Мен тиіскен жоқпын. Балалар жан-жақтан микрофонды іздеп отыр. Микрофонды айтты, мен қазір сөйлейін деп жатырмын. Берем деп жатырсың. Қайта-қайта именно мен микрофон. Ләззат ханым микрофонды ұстап, не сөйлемейді, не микрофонды бермейді. Мен соны айттым. Егер сіз сөйлемесеңіз, жан-жақтаға беріңіз дедім. Артық ештеңе айтқан жоқпын. Кешірім сұрайсайшы, болды. Артынан кеп грубый сөйлегенсің, мен де саған солай жауап бердім, болды. Сержан, ашуланбашы, негізі бүгіннен бастап нәзік болып жатыр. Ләззат ханым айтты, мен бүгіннен бастап нәзік болам деді. Ұрыспай. Әне, нәзік болады. Альмира ханым. Тимур. Бағанақ тема қақып кетті жүрегімді, айтып өтейінші. Бағана айтып жатыр ғой, Аяна сызылып отыр ғой, тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді ғой. Өзіне ұнап атқан сияқты болған, жігіттер таласып атқаны. Жоқ, мен айта кетейінші. О кеше Ерасыл жазған кезде маған айтты, біз бір жерде жүргеннен кейін, бір ортада жүргеннен кейін, өйстіп жазып сөйлескеніміз бар деді. Артық ештеңке емес деді. Мен оны түсіндім. Бағын айту керек етті, осыны. Барлығын көрсеттім өзім.
көрді бәрін. Неге ашуланып отырсың сен қыз? Ашуланып отқан жоқ. Ашуланба, кәдімгідей енді үміткеріңмен көңіл күйің бәрі жақсы. Пожалуйста. Жаңа Аяна әңгімесінде айтып қалды. Менің үміткерімнің осы жерде отырған қатысушыларға қарағанда жұмысы бар. Қазір қалада ата-анасына тұрады бөлек деді. Сонда менің ойым дұрыс енді, жағдайға қарау керек, бірақ сондай жағдайларда болып жатыр. Мысалы, үміткердің ешқандай жағдайы жоқ болса, сонда сен қайтарасың ба? Және де мына жерде еркектер үндемей отыр да, соған енді шілдірің деген балалар бар ғой, ішінде жоқ емес, жас балалар өте көп. Сонда соған келісіп отқандай бір жігіт шығып, міне неге олай айтасың? Біз деген ондай емес. Біреуің сөйлемей отырсыздар ғой. Айгөлек, қандай шілдірің? Қаяқтан көріп отырсың шілдірің деп? Мә, шілдірің қарасаң. Шынымен бір емес, екі емес. Айгөлек ханымның көп байқаймын, бізге андай шілдірін деп бір тиіскісі келе ма бір. Жоқ, ол рас нәрсе ғой. Айгөлек ханым, ренжімеңіз, бір түзеп жіберейін. Аяна түзеп жіберейін, дұрыс естімеген болса, Аяна ханым айтты. Басқа осы жерде отқан жігіттерге қарағанда ертерек әрекетін жасады деді. Ал ананы былай айтпады. Сол ма? Намыстарыңа тимеді ма деп жатқаның ғой енді, Айгөлек. Жоқ, мен просто екеуміз кеше сырластық, әңгіме айттық, соны айтайын дегенмін ғой, қызықтырып. Айтшы енді қызықтырып. Неге сіздер сразу жабылып кеттіңіздер, біз екеуміз қыдырып, сөйлесіп келдік, сол қызық болмай ма сіздерге? Кеттік ал. Альмира хан. Тыңдайық енді. Тыңдайық шық. Не болды ал енді айтпайды? Айтсы енді. Жоқ, сол өзі туралы, отбасы туралы барлығын біліп келдім. Бөлек тұрады екен осы жақта. 2 айдан бері осы жақта жұмыс жасайды екен. Экраннан көріп, сразу келіп отыр екен, ұнаттым. Мен ата-аналарыммен сөйлестім, батасын алдым, келіп отырмын деді. Мен қабылдап отырмын, маған ұнап отыр. Ұнап отыр, Одан кейін айта кетейін мен. Айта кет. Мына жақта отырған жігіттерге. Мен тек аға ретінде ғана көремін. Мен жігіт ретінде ешкімді қарастырмаймын. Түсінікті ма? Түсінікті ме жігіттер? Альмира хан, бір сұрақ қойсам болады ма? Кеше Аяна үміткер келмес бұрын енді айтқаным ұят болар, бірақ айтайыншы енді. Бір нәрсе айтқан болатынсың. Үміткерлер жайлы әңгіме кеткен кезде. Маған 18 жастағы 2 жас кіші үміткер келсе, және де ол үміткердің спортқа қатысы жоқ болса, енді Асхат бауырым, сен жекең өтпеймін, жалпы айтып жатырмын Аяна әңгімесін. Кішкене менен арықтау жігіт болса, мен қабылдамаймын. Маған кішкене спортпен айналысатын жігіт керек деп айтқан болатын негізінде. Аяна, сонда сен өзіңнің талаптарыңа қарсы шығып отырсың, сонда кішкене дыз еткен бір нәрсе болды ма? Менің бәрі білетін сөзім бар, қатып қалған қағида жоқ. Жігіт келіп отырма, мен сыйластығымды білдіріп отырмын. Мен көргім келді, танысып көргім келді, маған ұнап жатыр. Ерасыл? Нәзік. Жалпы енді жігіттерді айтып отыр ғой, Аянаға жабылып отыр, ананы айтып отыр, мынаны айтып отыр. Жоқ, жігіттерді қоя тұр. Аянаның айтқан сөздері естідің ғой, аға ретінде көремін, мен ешқандай ер азаматты жігіт ретінде қарастырмаймын деді. О жағын түсіндім, бірақ та енді бәрі болашақтың еншісінде, болашақ бәрін көрсетеді деген ойдамын. Қазір ештеңе айта алмаймын. Альмира ханым, мен айтсам Ерасыл, сен өзің үміткер қабылдауға дайынсың ба, дайын емессің ба? Үміткер қабылдауға дайынмын, не? Альмира ханым, мен айтайын деп едім. Аяна айтып еді, осы жақта отырған 2 жігітін аттарын айтпақ қояйын енді. Қазір олар саған ұнамай қалды ма, енді сен айтып тұрсың, ешкім ұнамайды дегендей. Бірақ сен айтқансың маған. Маған осы жерде отырған 2 жігіт ұнайды. Аттарын айтпақ қояйын енді. Айтпай қойын, Жаңғаз мен Ерасыл деп. Олар саған қазір ұнамай қалды ма сонда? Айтпаймын. Жоқ, неге үміткер келгенде шығады осындай нәрсе? Жоқ, айта берейін ба, Аяна, бола ма айтсам? Жоқ, Гаухар ханым, сізге бір внимание жетпей жатқан сияқты бүгін. Аяна, реально айттың ғой сен. Аяна. На жігіт. Потом алиби дедің сен. Мен түсіндіре кетейін, я? Түсіндіре кетші. Мен түсіндірейінші, маған қараңыздар барлығыңыз. Менің типажыма келетін дедім. Менің талаптарыма кішкене келетін, жақындайтын, менде бір ойым бар, көңілім бар деп айтқан жоқпын. Қазір жігіттерді вообще түсінбей отырмын, Альмира ханым ше. Ерасылда бір жақсы көрмеймін, ұнаттым деп айтпадым дейді да, бірақ мына жерге келіп алып андай іс-әрекеттермен көрсетіп, өзі подарка беріп, өзі андай жағынып отыр да, қызға ше, өзі вниманиесін аударып отыр. Нұрболат, сен қойшы, мә бауырым, Ерасыл түсінбей отырмын деп. Қайта айтасың. Жоқ, қарның ашса тамақ ішіп келемін, қайтеміз енді. Айта бермеші, сондай болмайтын. Жақсы, рахмет. Аяна, таныстық жалғаса ма? Жалғасады. Рахмет, кездесу болсын тағы да. Рахмет, Асхат. Жақсы, сау болыңыздар, рахмет сіздерге де. Сізге рахмет.